Жаз, Алматы, ауа тымырсық. Ләйлә жатақханадан анасының үйіне көшіп келді. Бір жыл бойы көрмеген тар бөлме сол қалпы. Тек иісі ғана өзгерген, еркектің иісі. Ас үйде отырып салқын шай ішіп отырған Мұрат алғаш көрген кетте Ләйләні тік тұрып қалды. Сен өскенсің, деді Мұрат. Сәл жымиып, бір кезде мен саған мультик қосып беріп отырушы едім. Қызығы, ол кезде Ләйлә 14-те еді. Қазір 19-да. Ал мынау көз алдындағы ер адам анасының күйеуі, бірақ бөтен, жақында емес, алыста емес. Мұраттың да көзі үнемі Ләйләға түсіп кететін. Оның белі бұрынғыдан жіңішке, ал жүрісі әйел сияқты. Анам қайда, деді Ләйлә даусын қатайтып. Жұмыста, кеш келеді. Кеш болды, анасы әлі жоқ. Ләйлә душқа кірді. Есік сәл ашық қалған. Сол сәтте дәлізден өтіп бара жатқан Мұрат бір көзімен көлеңке арқылы қыздың жалаңаш иығын шалып қалды. Іші от болып кетті. Жоқ, бұл дұрыс емес, деді ішінен. Ал Ләйлә көрпесіне оранып жатып, еркек иісін сезіп, жүрегінің терең түкпірінен бір нәрсенің оянғанын байқады. Бұл еркекке бұрын соңды олай қарамаған. Бірақ енді ол бөтен емес, тым тартымды. Таң, ас үйде Ләйлә жалаңаяқ үстінде қысқа халатпен шай қойып жүр. Мұрат терезенің алдында кофе ішіп тұрған. Оның көзі Ләйләнің балтырына түсіп кетіп, жылжып жоғары өрледі. Халаттың ішінен қыздың тыржалаңаш денесі білініп тұр. Кешіріңіз, оянғаныңызды байқамаппын, деді Ләйлә. Әдейі мойнын көрсетіп, шашын артқа жинай отырып. Мұрат үнсіз, қолындағы кесе сәл дірілдеді. Мен киініп келейін, деді ол. Бірақ орнынан қозғала қоймады. Ләйлә арт жағымен оған арқасын беріп ыдыс-аяқ жуып жатты. Мұраттың көзі қыздың жамбасының астына түскен халаттың жиегіне қадалды. Тым қысқа. Тап сол сәтте Ләйлә білмегендей артына бұрылды. Көздері түйісті. Жақсы ұйықтадыңыз ба, деді ол жай ғана. Бірақ үні еліктіргіш еді. Мен бе? Бүгін бір түрлісің. Мүмкін мен бұрынғы қыз емес шығармын. Екеуінің арасында үнсіздік орнады. Тек шәйнектің ысқырығы ғана тыныштықты бұзды. Бірақ ол дыбыс іштеріндегі жалындап тұрған тыйымсыз сезімді тоқтата алмады. Мұрат есін жиғандай басын шайқап ас үйден шықты. Ләйлә күлімсіреді. Кешке қарай аспанды бұлт торлады. Найзағай ойнап жаңбыр шелектеп құйды. Анасы қонаққа кеткен еді. Сол қонақтан келмейтінін хабарлады. Түнде қаламын, қонып қаламын, деді құрғақ үнмен. Сол сәтте жарық сөніп қалды. Ләйлә телефон шамын жағып бөлмеден шықты. Мұрат, жарық жоқ, деді ол, даусын сәл қорқыныштетіп шығаруға тырысып. Білемін, деді Мұрат, қасықпен кофе араластырып. Шам іздеп едім, маған қорқынышты, деді Ләйлә сабырмен. Сен бала сияқтысың ба? Жоқ, сен қыз сияқтысың, деді Мұрат. Алғаш рет шекарадан аса жаздаған үнмен. Жанасу, кездейсоқ білектері бір-біріне тиді. Сол сәтте екеуі де тоқ соққандай селк етті. Қолың суық екен, деді Ләйлә. Ал сенің алақаның? Мұрат бір сәт үндемей қалды. Сосын жылы екен. Тыныштық. Найзағай жарқ етті. Шам жарығы Ләйләнің бетіне түсті. Еріндері сәл ашық, көзі терең әрі нұрлы. Оның халаты түнде одан да қысқарды. Сен ойнап жүрсің бе менімен, деді Мұрат. Даусы күңіреңденіп. Ал егер иә десем, деді де Ләйлә бір қадам жақындап. Тоқта. Бірақ ол сөзін аяқтай алмады. Өйткені Ләйлә оның қолынан ұстады. Ал Мұрат алғаш рет жігерсіздіктен қолын тартып алмады. Сол түнде алғаш рет тыныс тіршіліктен басқа бірдеңе естілді. Ыстық ауада құмарлықтың дыбысы ілініп тұрды. Жаңбыр үдей түсті. Үйде қараңғы. Тек шамның әлсіз жарығымен екі дененің жылуы ғана бар. Мұраттың жүрегі дүрсілдеп соғып тұр. Ләйләнің алақаны әлі де оның қолында. Егер тоқтамасақ, деді ол ақырын. Тоқтай алмаса ше, деді Ләйлә, еріндері жақындай түсіп. Сол сәтте еріндер түйісті. Әуелі баяу, сосын құмарлықпен. Мұрат өз-өзін жоғалтып алды. Оны тоқтатқан иелікте ұятты, тіпті ар-ұжданда емес. Жылдар бойы іште бұғып жатқан аштық. Ләйлә үнсіз еді. Ол еркектің еркін билеп жатқанын ұқты.
Бұл еркек өгей әке. Бірақ дәл қазір оның кім екені маңызды емес. Шам құлап түсті. Жарық сөнген еді. Түн ішінде тек дем мен ыңырсыған үн ғана қалды. Мұрат оның халатын шешіп тастады. Қыздың тәні дір-дір етеді, бірақ ол шегінбеді. Кереуетке дейін барған жоқ, тек диванда, құштарлықпен. Мұрат Ләйләнің бұлтиған қос анарынан құшарлана сүйіп құшақтады. Қақиған айғырын Ләйләнің үңгіріне сұққылап рахат сезімге ұласты. Бәрі аяқталған соң үнсіздік орнады. Мұрат терең дем алып жатты. Біз мұны істемеміз керек еді, деді ол. Бірақ біз істедік, деді Ләйлә, көрпесін жамылып. Енді бәрі өзгерді. Сол сәтте екеуінің өздерінің не істегенінде сезінбеді. Тыйым бұзылды, артқа жол жоқ. Таң атты. Мұраттың жанын кінәлілік күйретіп жатыр. Ол ұйықтамаған. Жуынбастан жұмысқа кетіп қалды. Артында тек қырынбаған жүзі мен ішіндегі арыждан арпалысып қалды. Қалай мен бұған бардым? Ол қыз, ол әйелімнің қызы. Ал Ләйлә төсекте шалқасынан жатыр. Көзінде қуат. Енді бәрі менің қолымда. Ол мені қалайды. Ол айна алдында тұрды. Өзінің тәніне қарап кешегі іздерді есіне алды. Түндегі жігерсіздік емес, еркектің шын құмарлығы сезілді. Бірақ оның өзіне деген сенімін еселеп жіберді. Кешке Мұрат жұмыстан шаршап келді. Есіктен кіре сала көздері қайта түйісті. Кешіктіңіз ғой, деді Ләйлә сықылықтап. Мені сағындыңыз ба? Ләйлә, деді Мұрат сәл ашулы үнмен. Кеше не болғанын ұмытайық, бұл дұрыс емес. Жақсы, ұмытайық, бірақ анама айтайын ба, деді ол кенет байыппен. Мұраттың жүзі бозарып кетті. Не? Жоқ, жай қалжың ғой. Ол оның жанына келіп мойнынан иіскеп. Бірақ сен менің денемді ұмыта алмайсың. Өзім де сені түнде ойлап ұйықтай алмаймын, деп сыбырлады. Мұрат оның орнынан тұрып кетпек болды, бірақ қыз оның белінен ұстап қалды. Тағы да қаламайсың ба, деді ол еріндерін тістеп. Мұрат үндемеді. Бұл үнсіздік келісім еді. Соңғы аптада бәрі өзгерді. Мұрат бұрынғыдай емес, үнемі ойда, көңілі алаң. Ал Ләйлә керісінше жайнап жүр. Үстіндегі киім қысқара түсті. Дауыс ырғағы сызылып шықты. Тіпті анасының алдында да ашық ойнап жүр. Бір күні таңғы асты анасы күлімсіреп отырып, қызық Мұрат, сен менің қызымды бұрынғыдан да жақсы көріп кеткейсің ғой, дейді. Мұрат қасы түсіріп алды. Қайдағы сөз, ол бала. Бала деп атауға аузың барса, деді анасы бір түрлі үнмен. Ләйлә үндемей шай ішіп отырды. Кешкісін Ләйлә мен Мұрат тағы оңаша қалды. Ол күдіктеніп жүр, деді Мұрат терезеден қарап. Сен қобалжыған сайын ол байқайды, деді Ләйлә. Ол еркектің артына келіп мойнынан құшақтады. Сен енді менікісің. Қалағанымда келесің, айтқанымды істейсің, әлде бас тартқың келе ме? Сен бұл ойыңды тым алысқа бара жатырсың, Ләйлә. Жоқ, Мұрат, ол ойын емес, бұл билік. Мен сені бақылап отырамын. Ал егер анаңа айтып қойсаң, не болады? Айтпаймын. Сен ұнайсың. Бірақ сен менімен болғың келсе, бәріне төзесің. Мұрат үнсіз қалды. Оның құшағында тұрған қыздың иісі есін алды. Ол өзін әлсіз сезінді. Бір қыздың құшағында тұрып, өз үйінде тұтқын болғанын түсінді. Сол түні есіктің арғы жағынан дыбыс шықты. Анасы ұйықтай алмай дәлізге шыққан. Қыздың бөлмесі жарық, есігі жартылай ашық еді. Ішке үңілді, ешкім көрінбейді, бірақ шам жанып тұр. Тек аяғының ізі жатын бөлмеге қарай. Мұрат, деді ол түн ортасында. Иә, деген дауыс шықты жанынан. Қыздың бөлмесінде жүрсің бе? Жоқ, жай шамын өшіріп жатыр едім. Күдік қоюлана түсті. Келесі күн анасы күтпеген жерден үйден шығып кетті. Түстен кейін келем, деді. Бірақ ол кетісімен Ләйлә ваннада тұрды. Сүлгісімен. Мұрат оны көріп артына бұрылғанда қыз жалаңаш денесімен еркектің алдында тоқтады. Енді жоқ деме, деді ол. Кеш қалдық. Ол оны құшақтады. Еріндері түйісіп ыстық бұл ваннаның ішін басып кетті. Бұрынғыдан да жабайырақ құмарлықпен.
Дәл сол сәтте есік сықырлады. Анасы келіп тұр. «Ләйла», деді ол, «үйде ешкім жоқ». «Ешкім жоқ па?» Ваннада үнсіздік. Екеуі қатып қалды. Сүлгі жерге түсіп кеткен. Ләйла Мұраттың денесіне жабысып тұр. «Мені жасыр», деді ол ақырын. Мұрат үнсіз есіктің жауып, қызды душтың артына жасырып үлгірді. Анасы кіріп келді. «Мұрат, кім бар?» «Мен жуынғалы жатыр едім». Анасы күдікпен қарап ваннаға бір көз тастады. Сосын, «Қызық, үйде әйел иісі тым қою», деді. Ол шығып кеткенде Ләйла сыбырлады. «Сен әлі де менікісің». Анасы ештеңе айтпады, бірақ күдігі ішін тіліп көзқарасы салқындап кетті. Бір күні үйге күтпей келді. Үнсіз жатын бөлмеге жақындап есікті ашты. Ал алдында еденде шашылған киім, кереуеттің шеті, ал үстінде Ләйла мен Мұрат. Көздері түйісті. Мұрат орнынан тұра алмай қалды. Ләйла көрпемен оранды. «Сен менің қызым емессің». «Анашым, сен менің күйеуімді». Дауысы дірілдеп, көзі жасаурап, тізесі бүгіріп кетті. «Анашым, бәрі жай емес, бұл жеркеніш, екеуің де мен үшін өлдіңдер». Анасы есікті тарс жауып үйден шығып кетті. Кейін ол Ләйләні үйден қуып шықты. Қыз түк демеді, кетіп бара жатып тек артына бұрылып, «Сен де бәрін жоғалттың, мама», деді. Мұрат әйеліне қайта-қайта кешірім сұрап келіп жүрді. «Мен сені сүйем, қателік болды. Бұл кешіріммен жуылатын нәрсе емес», деді әйелі. «Сен менің ең үлкен сенімімді өлтірдің». Ол оны ешқашан кешіре алмады. Ал Ләйла жатақханада тұрып жатты. Қарапайым, тар бөлме, ешқандай ыстық құшақ, ешқандай тыйымсыз құмарлық та қалмады. Сол жерде бір күні өзіне 20 жас үлкен, ажырасқан, ақшасы бар, бірақ жалғыз еркекпен танысты. Ол оны әйел етіп алды. Бірақ бәрі жайлы емес еді. «Мен бала сүйгім келеді», деді ол. Дәрігерлер, «Кешіріңіз, бала көтере алмайсыз», деді. Ләйла үнсіз отырды. Жылдар өтті, байлық болды, жағдай болды. Бай еркек жатақханадан алып кеткенмен бақыт орнамады. Жылдар өтті, байлық болды, жағдай болды. Бірақ үйде үнсіздік. Бос терезе алдында отырып, ол әлгі жаңбырлы түнді еске түсірді. Сол құмарлық бәрінің басы еді. Өмір өкінішпен өтті. Жүрегі ешқашан аналық махаббатты сезінбеді. Жанында адам болса да ішінде бос орын қалды. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға мыңда бір рахмет.